Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сметанник пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге кесіп көрсететін боламын. Дәмі деген күшті болып шығады. Нежный пирогтардың бірі қонақтарыңызға, үйдегілеріңізге қатты ұнайды деп ойлаймын. Осы рецептпен жасап көріңіздер, қараңыздар қандай жұмсақ болып шығады ортасы. Нежный пирогтарымыздың бірі. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ұн, сахарный пудрамыз және сливочный майымыз, және жанында бізде қопсытқышымыз бар. Және бір жұмыртқа. Қазір осылардың барлығынан тестасын илейтін боламыз. Осы ыдысымызға ұнымызды саламыз. Оның үстіне біз қазір морозильниктен шыққан қатты сливочный майымызды алып, қазір күштен өткізетін боламыз. Осындай күштің көмегімен өстіп майымызды толығымен өстіп өткізіп алыңыздар. Онға матырып отырыңыздар. Сол кезде жақсы өтетін болады күшімізден. Барлығын толығымен күштен өткізіңіздер. Міне қыздар, барлығын толығымен өстіп өткізіп алдық. Және өстіп онымен тағы бір-екі рет өстіп араластырып алыңыздар. Және осының үстіне біз қопсытқышымызды, сахарный пудрамызды салып, қазір бір келкі қылып араластырып аламыз. Бір келкі қылып араластырып алып, осының үстіне бір жұмыртқамызды салып, қазір тестамызды илейтін боламыз. Сіздерге теста илеген кезде басында көріну мүмкін, бір-біріне жабыспай, құрғақтай болып көріну мүмкін, бірақ өстіп барлығын толығымен илеп, жақсы теста шығады. Бір жұмыртқамыз жеткілікті негізі. Сіздер қорықпаңыздар, тестамыз неге жабыспай жатыр деп. Осындай керемет болып, осындай теста шығады. Осы тестамызды алып, қазір біз холодильникке салып қоямыз. Пакетке салыңыздар, холодильникке 15-20 минутқа қоя тұрамыз. Оға дейін қазір біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге сметана 20%, қант, 3 жұмыртқа және бір үлкен ас қасық ұн. Бұл жерде 3 жұмыртқаны менде үлкен болғанда 3-ге қосып отырмын. Сіздерде кішілеу болғанда 4 жұмыртқа қосыңыздар. Ең алдымен қантымызды саламыз. Оның үстіне 3 жұмыртқамызды жарып алып, осыған саламыз. Барлығын қазір толықтай араластырып шығыңыздар. Бәрі бір келкі болып араласу керек. Осылай толығымен араластырып, соңында біз қазір жаңағы бір үлкен ас қасық ұнымызды саламыз. Осы ұнымызды салғаннан кейін толығымен араластырып, ұнымыздың түйіршіктерін бәрін араластырыңыздар. Толығымен араластырмасаңыз, кейін піскеннен кейін ұнымыздың дұрыс піспей, ортасында ұнның нелер көрініп қалады. Сол үшін барлығын толық араластырып алыңыздар. Және менде осындай 26 диаметрлік формамызды пергамент қағаздың астына төсеп, осының үстіне қазір біз тестамызды жайғастыратын боламыз. Және осылай кіші бөлікке бөліп алдым. Оны екі жағына шетіне жасайтын боламыз. Осылай барлығын толығымен жайып шығыңыздар. Бір келкі қылып жайып шығыңыздар. Өсті қолмен жайсаңыздар да болады. Немесе бөлек нан жаятын
жайғышпен жайып ішіне салсаңыздар болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы солай салыңыздар. Осылай барлығын толығымен жайып шықтық. Енді қазір осының шетіне осылай қолымызбен өстіп ұзын қылып жасап алып жабыстырсаңыздар шет жақтарын ыңғайлы болады. Және біркелкі болып түседі да. Осылай жасап көріңіздер. Және тез болады. Өстіп бәрін шет жақтарын бірдей етіп жайғастырып шығамыз бортиктарын. Шеттерін бәрі толығымен осылай істеп аламыз. Жетпеген жерлеріне тестамызды, қалған тесталарымызды үстіп жайғастырып шығыңыздар. Міне қыздар, барлығын жайғастырдық. Енді осының үстіне жаңағы сметанамыздың құятын боламыз. Құйып алып, осының үстіне мен қазір қатырылған жемістерді салдым. Замороженный жемістер. Сіздер қандай жемістеріңіз бар үйде? Смородина, әртүрлі малина сасаңыздар да, осында қара түсті смородина, ежевикаларыңыз саса күшті болып шығады піскен кезде. Түрін әдемі қылып тұрады. Сол үшін осындай жемістерді салыңыздар. Және осыны 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Қыздар, міне біз пештен қазір шықты, ыстық болып тұр. Толығымен суығаннан кейін формадан шешіп алатын боламыз. Және бұны толығымен суығаннан кейін холодильникке салып, бір күнге қойып қойыңыздар. Ертесі жесеңіздер күшті болып шығады. Қыздар, міне біз толығымен суып, ертесі уже күшті болып шыққан кезі осындай пирогты жасаңыздар. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.